Сәлеметсіздерме? 74-ші есебімізде көбейткіштерге шектендер дейді. Яғни біз жақшаның сыртына аны шығара аламыз. Сол кезде а квадрат болады, қосылған 5а қосу 1 болады. Келесі екінші есебімізде x квадрат азайтылған 3x 3 дәрежесі азайтылған 4x 4 дәреже тең. Бұл жерде x квадрат шығара аламыз. X квадрат шығарсақ 1 болады, азайтылған 3x болады. Азайтылған 4x квадрат болады. Келесі үшінші есебімізде 8b квадрат азайтылған 4b 3 дәрежесі қосылған 10 бұның 4 дәрежесі тең. Бұл жерде 2-ні шығарамыз. 2 және де b квадрат шығара аламыз. Сонда жақшаның ішінде не жерде 4 қалады, азайтылған 2b болады, қосылған 5b квадрат болады. Келесі 4-ші есебімізде орындар ауысып кетіпті. 4-ші есебімізде 15y 3 дәрежесі азайтылған 27 y квадрат қосылған 9y тең. 3y-ті шығара аламыз жақшаның сыртына. Сонда мұнда 5, 3 15 y квадрат болады, азайтылған 27 үшін 3 9 27 9 y болады, қосылған 3 9, яғни 3 болады. Келесі 5-ші есебімізде 6 а-ның 5 дәрежесі азайтылған 72 а-ның 4 дәрежесі азайтылған 48 а квадрат тең. Енді 6-ны шығарамыз және а квадратты шығара аламыз. Сонда мына жерде а-ның 3 дәрежесі алады, азайтылған 72-ні 6-ға бөлсек 12 болады. 12 а-ның квадраты болады. Минус 48, 6, 8, 48, 8 а болады. А квадрат шығып кетті, 8 ғана қалады. Келесі 6-ші есебімізде n квадрат азайтылған 15m квадрат n азайтылған 20 m квадрат n квадрат тең. Астына жаза берейін, менде сыймайды. Минус 5m енді шығара аламыз. Сонда мына жерде n ғана қалады. Минус болу үшін, яғни мына жерде плюс болады. 5 шығып кетті, 3 5 15 3m n шығып кеткен 3m ғана қалады. Мына жерде плюс болады. 4 5 20, яғни 4 болады. m және де n болады. Осымен есебіміз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.